Ассалаумағалейкум, сіздермен Ақбота. Бүгін бауырсақтар дайындайтын боламыз. Менің әрдайым дайындайтын рецептім өте дәмді болып шығады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырымыз елеп алатын боламыз. Мен планетарный миксермен дайындайтын боламын. Елейтін боламын. Бұл міндетті емес. Қолмен қамырды елеп алсаңыздар болады. Жылы сүтке қант, тұз, жұмыртқа, дрожж, ұн барлығын салып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен соң қамырымызды жайып аламыз. 1,5 примерно 2 сантиметрдей толщинасын жайып аламыз. Одан соң оны ұзын полоскалар жасап кесіп, бауырсақтың формасында кесіп, ромбик қылып кесіп дайындап, бетін полотенцемен тағы 10-15 минутқа жауып қоямыз. Бауырсақтарымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Енді қызып тұрған майда екі жағынан сарғайғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менімен видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.